Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге самсаның осы рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде қамырды 2 рет жайып әуре болмайсыздар. Оңай жасалады және дәмі де бір кішкене болса да ұйғыр самсасына келеді. Ең алдымен ұнымызды өлшеп аламыз. Осының үстіне суық майымызды теркадан өткіземіз. Май өте салқын болу керек. Мен холодильниктен алып өткіздім. Соның өзінде кішкене андай еріңкіреп кетті. Егер өткізе алсаңыздар, вообще морозильниктен алып, морозильникте тұрған қалың қатты майды өткізсеңіздер, вообще күшті болады. Осылай ұнға араластырып отырып тез-тез өткіземіз. Көп ұстай беруге болмайды, өйткені май еріп кетеді. Енді осыны бір шетке қоя тұрамыз да, суын дайындаймыз. Бұл жерде салқын суға 1 ас қасық яблочный уксус құйдым, тұз салдым и 1 жұмыртқа. Тұзды 1 жарты шай қасық салдым. Осыны жақсылап араластырып, қамырымыздың үстіне құямыз да тез-тез илейміз қамырымызды. Көп ұстамай, главное біріксе болды. Сосын осы дайын болған қамырды холодильникке салып қоямыз. Кемінде 3 сағат, бірақ мен 6 сағат ұстадым. Қамыр қату керек. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасына менде фарш, майы аздау, пияз бен картошканы осылай майдалап кубиктап турадым. Үстіне дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзды саламыз. Алты сағат өтті, қамыр біраз қатты, кәдімгідей формасын жақсы ұстап тұр. Енді осыны бөліктерге бөлеміз. Осы порция қамырдан менде 32-33 штук самса шықты. Егер ол порция сіздер үшін көп болса, онда сол описаниеде жазылған жаңағы граммдардың жартысын алып, жарты порциясын жасасаңыздар болады. Мына жерде мен 8 штугын ғана алып алдым, осылай жұмыртқаның көлеміндей формада. Қалған сразу холодильникке салып қойдым, екен жылы жерде тұрса май еріп бастайды. Шетінен шығарып жасаймыз жұмысты. Қалған енді видеодағыдай көрсетілгендей жаңағы начинкасын салып, үшбұрыштап түйе береміз. Дайын болған самсаның үстіне мен 1 жылтоққа 2 ас қасық сүт құйдым. Соны жағып шықтым бәріне. Содан кейін қара күнжіт, ақ күнжіт себеміз. Осыны қызып тұрған пеште 200 градуста пісірдім мен, әдемі болып қызарғанша. Осындай әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Ыстықтай сырты хрустящий болады. Осы оңай рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Видеома ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және каналымның дамуы үшін өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын.